Балалар, өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақта антоним, амоним, синоним деген тақырыптар өткенбіз. Ережелерін бір қайталап өтейік. Антоним тілімізге мағынасы қарама-қарсы сөздерді антоним сөздер дейміз. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат, биік, аласа. Амоним дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздерді амоним сөздер дейміз. Алма жеміс, алма қимыл атауы. Келесі синоним. Әдемі, көрікті, алыс, жақын деген сөздер тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздерді синоним сөздер дейміз. Кәне балалар, ережені еске түсіріп алсақ, жаңа тақырыпты бастайық. 32-ші жаттығуға назар аударамыз. Кестедегі сөздерді оқып. Сөздер шаңғышы, апталық, күні, палуан деген сөздердің бірінші түбірін тауып аламыз. Шаңғышы түбірі шаңғы, шы қосымша. Апталық түбірі апталық қосымша. Келесі сөз күні түбірі күн қосымшасы Палуандар деген сөздер түбірі палуан қосымшасы дар. Кестеге қарап түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма? Ал қосымшадашы? Содан өзің қорытынды жасап көр. Өз қорытындыны төмендегі ақпаратпен салыстырып көр. Яғни балалар, сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейміз. Мысалы, күн, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Мысалы, күні, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісін былай белгілейміз. Есімізге сақтап аламыз, ережені тағы бір рет қайталап жаттаймыз. Келесі 34-ші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді көшіріп жазып аламыз. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршабай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып көр. Ал енді балалар, тексерейік. Маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Маңдайдан деген сөздің түбірі маңдай, қосымшасы дан. Шаңғым түбірі шаңғы, қосымшасы м. Келесі сөз қыраттан. Түбірі қырат, қосымшасы тан. Бәрекелді балалар, барлықтарын тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі мен спортты ұнатамын ойны. 36-шы жаттығу 19-шы бет. Жұмбақты оқып шешуін тап. Кімнің ұшқыр ойы бар, сайыс атын кімдер айт. Мұзда 3 кезең бойы. Кәне ойланып көреміз. Жұмбақтың шешуін табамыз. Шаңғы, спорт, футбол, бокс түбір сөздерге қосымша жалғау арқылы жаңа сөз шығару керек. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді сөз құрамына талдап көр балалар. Яғни жұмбақтың шешуі хоккейші екен. Бәрекелді. Енді шаңғы сөзіне қосымша жалғасақ, шаңғышы. Спорт сөзіне қосымша жалғасақ, спортшы. Футбол, футболшы. Бокс, боксшы. Яғни түбір сөзге біз қосымша жалғап жаздық. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз.